Сәлеметсіздер ме? Музейлік этнография бағытындағы бұл таныстырылым сыр өңірі қазақтарының байырғы көш жолдары хақында болмақ. Жайлауға көшетін немесе қыстауға бет алатын сәт қазақтар үшін ең маңызды, жауапты кезең саналды. Көшпелі мал шаруашылығын, түйе, жылқы, қой өсіруді кәсіп еткен сыр өңірі қазақтары алысқа көшетін ауылдарды құрап, олардың қыстаудан жайлауға бағытталған көш жолы ұзақ болған. Ал ірі қараның тұяғы алыс жолға жарамаған, ірі қара өсірген, отырықшы мал шаруашылығын кәсіп еткен сыр ауылдары қысқа қашықтыққа көшкен. Сыр өңірлік көшпелі ауылдар қыстаудан көктеуге 1-20 наурыз аралығында көшіп, 20 сәуірге дейін көктеуде отырған. Көктеуге көшетін уақытты мал төлдейтін уақытпен теңестірген. Көктеуде төлдің аяғын ширатқан, мал қоң жинай бастаған. Төлдің аяғы шираған уақытта көктеудегі азық қоры да азайған. Сол уақытта ауыл жайлауға қарай көшке жиналған. Көшпелі ауыл бір күнде шамамен 15 шақырымдай жол жүрген. Статист, топограф мамандардың есептеуінше, сыр қазақтарының бір бағытқа көшуі 700-800 шақырымнан 1000-1000 шақырымға жеткен. Ал екі бағытты қоса есептегенде көш жолының ұзақтығы 2000 шақырымнан аса жерді құраған. Жазба деректер сыр қазақтарының көшін ертеде Орскі-Томскіге дейін жеткендігін айтады. Орта ғасырлық зерттеуші Ибн Рузбехан Исфаханиді сыр өңірі қазақтарының оңтүстіктен солтүстікке, солтүстіктен оңтүстікке көшіп қону жолдарының негізгі бағыттары мен ерекшеліктері қатты қызықтырған екен. Ибн Рузбехан жазбасындағы солтүстіктегі жайлаулардан сыр өңіріндегі қыстауларға жетуге 2 ай уақыт кеткен деген дерек сыр өңірі қазақтарының көш жолдарының ұзақтығын дәлелдейді. Сыр қазақтарының ең ұзаққа созылған қазақ жерінің солтүстік батысына апаратын көш жолдарының бірі Сәтпай жолы, ал екіншісі Тау жолы деп аталған. Сәтпай жолы Тау жолының батысында бір-біріне параллель түскен. Бұл жолдар Сырдария өзенін кесіп өтіп, көшпелі ауылдар өткелдерден жүктер мен малдарын түйе қайық арқылы өткізген. Сәтпай жолы Сырдария өзенінің төменгі ағысы бойынан бастау алып, Қарақұм құмдарын, одан әрі шығыс беттегі құмды алқаптарды, арқа қырларын кесіп өтіп, Торғай бойына, одан әрі солтүстік батысқа Қостанай, Оралға дейін созылған. Ал Тау жолының бағыттары Сырдария өзенінің өткелінен бастау алып, Торғай арқа даласымен жүріп отырып, Қостанай өңіріндегі жайлауларға дейін жалғасқан. Сәтпай жолы арқылы солтүстік батыстағы жайлауларға қазіргі Қармақшы, Қазалы, Арал, Жалағаш, Сырдария ауданы қазақтарының бір бөлігі көшкен. Қармақшы, Қазалы, Арал қазақтарының бір бөлігі солтүстік батыстағы жайлауларға Ырғыз арқылы, Ақтөбе жолы, Елек жолы деп аталатын жолдар арқылы да жеткен. Мұғалжар тауларын жағалай отырып, жем бойында жайлаған. Ал Тау жолымен қазіргі Сырдария, Шиелі, Жаңақорған ауданы қазақтарының бір бөлігі көшсе, олардың бір бөлігі Сарысу жолымен арқадағы Сарысу өзенінің жағалауына Ұлытау, Кішітау етегіне барып тоқтаған. Ең қысқа көш жолы сыр өңірінің шығысынан түсіп, Қаратау етегіне барып тірелген. Мерзімдік қоныстарда отыру уақыты мал саны мен мал азығы қорымен байланысты әр рулы ауылда әртүрлі болды. Сыр қазақтары көш жолдарының топографиялық ерекшеліктері табиғи су көздері бар, көгалды, жайылымы кең жерлерді басып өтетіндігінде еді. Бұл көш жолдары тарихи дәуірлерде жорық жолдарында қамтамасыз еткен. Көш жолдарының бір бөлігі сауда керуен жолдарымен түйісіп отырған. Көш көлігін түйе, ат қамтамасыз еткен. Сыр өңірі қазақтары солтүстік батыстағы жайлауларға ең соң рет 1926 жылы барған еді. Көшпелі мал шаруашылығынан отырықшылыққа ауысу кезеңімен байланысты солтүстік батыстағы жайлауларға көшу осы кезеңде мүлдем тоқтаған еді.